Сәлеметсіңдер ме? Ана тілі оқулығындағы 88-ші жаңа сабақ заттың сынын білдіретін сөздермен танысатын боласыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Орманшының баласы. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Ақ қайың айтыпты, мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін дейді. Теректің жас шыбығы, мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай, мен үлкен үй боламын депті шаттана. Ал мен кім болам депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол депті оған ағаштар. Жарайды деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Бұл мәтінді жазған Мәлике Әбдірашева екен. Бөбек бір жасқа дейінгі бала. Мәтін кім туралы? Мәтін орманшының баласы туралы. Бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Өйткені бала өскенде ағаш шебері болғысы келді. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Ағаштардың әңгімесі, яғни олар баланың өскенде ағаш шебері болуын қалады. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Ағаштардан түрлі бұйымдар жасауға болады. Үй салуға болады. Түрлі ойыншықтар жасауға болады және бесік жасауға болады. Өйткені ағаштан жасалған нәрсе баланың денесіне өте пайдалы. Балалар, осы мәтіннің ішінен заттың сынын білдіретін сөздерді таптық па? Я, мен үлкен үй боламын дейді. Қандай үй? Үлкен үй болғысы келеді екен. Осы жерден заттың сынын білдіретін сөздерді тауып, ұстазымызбен бірге ойымызды бөлісеміз. Жақсы, олай болса екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Шебер, өнерлі, ұста, ісмер, адам. Шебер қандай адам екен балалар? Қандай сұрағына өнерлі, ұста, ісмер сұрақтары қойылады екен. Яғни бірінші сөйлемде өнерлі және ұста, ісмер сөздерінің астын сызатын боламыз. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Қандай бұйымдар? Түрлі, яғни түрлі сөзінің астын сызамыз. Олар берік әрі жеңіл болады. Олар қандай болады? Берік және жеңіл сөздерінің астын сызамыз. Келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Үшінші жаттығуда бізге жаңылтпашты тыңда және жаттап ал дейді. Ықсан ұста, ұстаз ұста. Үш ұстаға ұстаз ұста. Қане бірге қайталайықшы балалар. Ықсан ұста, ұстаз ұста. Үш ұстаға ұстаз ұста. Бәріміз жаңылмай ұстаздарымызбен бірге қайталаймыз. Жарайсыңдар, келесі сабақта кездескенше.